Сәлем достар, бүгін біз өте оңай әрі қолжетімді ингредиенттерден жасалатын пачуба салатын дайындаймыз. Бұл салат өте пайдалы әрі қонақ келгенде дастархан сәнін келтіретіні сөзсіз. Ендеше жасалу жолымен бөлісейік. Достар, сіздер арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, қолдап отырыңыздар. Алдымен керекті қоспаларымызды суға пісіріп, қабығынан тазалап аламыз. Одан кейін табаққа шпротты салып, шанышқымен майдалап еземіз. Бетіне шамалы майонез жағып, тегістеп жағып шығамыз. Үстінен картопты үккіштен өткізіп, бір келке жағамыз. Шамалы майонез жағамыз. Сәбізді үккіштен өткізіп, бір келке жаямыз. Одан кейін жұмыртқаның ағын жібереміз. Үстінен қызылшаны жайып, бетін тағы да майонезбен жағып шығамыз. Ең артынан жұмыртқаның сарысын себеміз. Достар, осымен салатымыз дайын болды. Сөз жоқ, өте дәмді салат. Жасап көріңіздер.